Құрметті конференцияға қатысушылар, Қазақстан Республикасының гимні. Делегаттар, Байтақ Жастар партиясының 13-ке жуық бастауыш партия ұйымдарынан 80-ге жуық делегат келіп отыр. Енді бірінші сөз партия төрағасына беріледі. Енді құрметті әріптестер, партиямыз даму екінші кезеңінде дамып келе жатыр. Қазір барлық өңірлерде, аудандық деңгейде партиямыздың бөлімшелерін ашып жатырмыз. Бастауыш партия ұйымдары құрылып жатыр. Сонымен қатар Астана қаласына келетін болсақ, Астана ол еліміздің саяси орталығы. Бұнда біздің партиямыз мықты жұмыс жасау керек. Өйткені Астана қаласында көптеген экологиялық сұрақтар өте көп. Конференцияны ашық деп жарияламын. Бірінші сөзді рұқсат етсеңіздер, мандат комиссиясының төрағасы Тәшібаев Мұрат Сейджановичке беріледі. Уважаемые делегаты конференции, сегодня мы собрались для принятия важных решений, отвечающих за экологическое будущее нашей страны. Защита природы, укрепление ценностей, связанных с зеленой экономикой и продвижением устойчивого развития – общая миссия партии «Зеленых» Байтак. Наши лозунги – чистая природа, светлое будущее, справедливая политика – долг каждого гражданина. Разрешите представить отчет счетной мандатной комиссии 4-й конференции филиала Казахстанской партии «Зеленых» Байтак по городу Астана. Мандатная комиссия сообщает следующее. На сегодняшнюю конференцию приглашены 80 делегатов из 13 первичных организаций столицы. Из них 70 делегатов присутствуют на настоящей конференции, что составляет 87,5% от общего числа приглашенных. Отсутствует 10 делегатов, 14%, более чем пятая часть участников конференции. И сегодня широко представлена молодежь до 35 лет, 25 делегатов, что составляет 35% от всех участвующих в данной конференции. В соответствии с пунктом 8.3.2 Устава партии конференции, конференция регионального филиала считается правомочной при участии в ее работе не менее 2/3 делегатов, избранных на конференциях территориальных филиалов. Конференция соответствующего территориального филиала не менее 2/3 делегатов, избранных на собраниях первичных партийных организаций. Так как количество присутствующих делегатов конференции является достаточным для проведения конференции филиала Казахстанской партии «Зеленых» Байтак по городу Астана, кворум имеется, конференция считается правомочной. Мандатная комиссия, уважаемый господин председатель, предлагает начать конференцию и утвердить повестку дня. Спасибо за внимание. Конференциямызды бастамас бұрын мандаттар бәріне таратылды. Енді келесі құрамда есеп комиссиясын сайлауды ұсынамын. Есеп комиссиясына Нұрманова Әсел, орындарыңызда тұрсаңыз, Нұрманова Әсел, біздің партиямыздың мүшесі, және Бралиева Гүнай. Қазір дауыс берген кезде сол есепті жүргізетін осы екі адам болады. Осы енді екі адамға дауыс берулеріңіз керек. Егер мүмкін өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, айтыңыздар, кімді қосуға болады. Егер ешқандай ұсыныс болмаса, онда әрқайсысына бөлек дауыс береміз ба, немесе тізіммен береміз ба? Онда кім тізіммен дауыс берсеңіздер, тізіммен деген. Бір ауыздан тізіммен дауыс беруге келістік. Бүгінгі есеп комиссияның төрағалығына Нұрманова Әсел, есеп комиссияның мүшесі ретінде Бралиева Гүнайды есеп комиссияның мүшелігіне қабылдау туралы дауысқа саламыз. Қолдағандар дауыс беріңіздер, мандатты көтеріңіздер. Бір ауыздан. Қарсылар бар ма? Қарсылар. Қарсы жоқ ешкім. Қалыс қалғандар, қалыс.
қалыс қалған ешкім жоқ. Яғни Нұғманова Әсел, Бралиева Гүнай, сіздер өз орындарыңызға жайғасып, жұмыстарыңызға кірісіңіздер. Сіздер дауыс бергенде есепті сіздер беріп отырасыздар. Отчетта әр дауыс берген сайын. Осы бүгінгі Астана қалалық Байтақ Жастар партиясының конференциясының төрағалығын партияның төрағасы ретінде мен өзімді ұсынамын. Әміртаев Азаматхан Сайлауұлы өзіме қалдырамын. Дауысқа салсақ. Қолдағандар. Қолдағандар. Дауыс бердіңіздер ғой, да? Қарсы кім бар? Қарсы. Қалыс қалғандар. Жақсы. Онда бүгінгі жиналысымызды төрағалығын мен өзім жүргіземін. Баршаңызға рахмет, сенімдеріңізге. Есеп комиссиясына сөз берейік. Әсел Нұғманова, қазір осы сайлау бойынша жаңа қорытындыдан айтсаңыз. Бір ауыздан берді. Добрый день, уважаемые делегаты. Счетная комиссия представляет итоги голосования по выборам председателя Астанинского городского филиала партии «Зеленых» Казахстана «Байтак», состоявшийся 14 ноября. Конференцияның қатшылығын сайлап алсақ. Конференция қатшылығына Байтақ Жастар партиясының белсенді мүшесі Сүлейменова Сабираны кандидатурасын ұсынамыз. Қолдағандар. Дауысқа салсақ. Қарсы. Кім бар қарсы? Қалыс қалғандар. Яғни бір ауыздан Сабира Сүлейменова, сіз бүгінгі жиналыстың хатшысы болып сайландыңыз, жұмысыңызға кірісе беріңіз. Құрметті делегаттар, Қазақстанның Байтақ Жастар партиясы Астана қаласы филиалының кезекті 4-ші конференциясын ашық деп жариялаймыз. Құрметті делегаттар, бүгінгі Қазақстанның Байтақ Жастар партиясы Астана қаласы филиалының 4-ші конференциясына қатысушы делегаттар, конференциямыздың күн тәртібіне төмендегі тізімге сәйкес мәселелер қаралатын болады. Бірінші, Қазақстанның Байтақ Жастар партиясы Астана қаласы филиалының төрағасын сайлау. Екінші, Қазақстанның Байтақ Жастар партиясы Астана қаласы филиалының саяси кеңес жаңа мүше құрамын сайлау. Үшінші, Қазақстанның Байтақ Жастар партиясы Астана қаласы филиалының бақылау ревизиялық комиссиясының жаңа құрамын сайлау. Төртінші, Қазақстанның Байтақ Жастар партиясы Астана қаласы филиалының атқарушы хатшысын сайлау. Құрметті делегаттар, бүгінгі конференцияның күн тәртібін бекітіп алсақ. Конференцияның күн тәртібін дауысқа саламыз. Бүгінгі конференцияның күн тәртібіне сіздерде егер ұсыныс жоқ болса, жаңаға айтылған күн тәртібіндегі тақырыптарға дауысқа саламын. Қолдайтындар. Есеп комиссиясы видеоға түсіп жатыр. Протокол осы видеодан кейін протокол шығады. Қарсы кім бар? Қарсы. Қалыс қалғандар. Жоқ. Яғни онда есеп комиссиясына сөз бермей-ақ қояйық. Бір ауыздан көрсетілген күн тәртіпті қабылдаймыз онда. Баршаңызға рахмет. Құрметті делегаттар, конференцияның күн тәртібіне көшсек. Күн тәртібіндегі алғашқы мәселе Қазақстанның Байтақ Жастар партиясы Астана қаласы филиалының төрағасын сайлау. Қазақстанның Байтақ Жастар партиясы Астана қаласының филиалының төрағалығына Баубек Нариман Асқарұлын кандидатурасын ұсынамыз. Нариман Баубек тәжірибелі басшы, экологиялық құндылықтарды дәріптеуге және қоғаммен тиімді байланыс орнатуға күш салып жүрген азамат. Ол Евразиялық ұлттық университеті мен Қазақ технология және бизнес университетінің түлегі. Түрлі салада басқарушылық және маркетингтік тәжірибесі мол. Қазіргі таңда Байтек инжиниринг фирмасының директоры және Байтақ Жастар партиясының Астана қаласы бойынша атқарушы хатшысы. Нариман Асқарұлының ұйымдастырушылық қабілеті мен экологиялық бастамалары деген адалдығы оны филиал төрағалығына лайық кандидат етеді. Нариман Асқарұлының кандидатурасына қарсы делегаттар бар ма? Ұсыныстар бар ма? Осы Астана енді Нариман Баубекті ұсынып отырған орталық аппарат. Біз ұсынып отырмыз. Ал енді осы жерде келіп отырған делегаттар Астана қаласының филиалына
сіздерден ұсыныс бар ма? Егер жоқ болса, онда Нариман Асқарұлының кандидатурасын сайлауға салайық. Біріншіден, дауысқа қолдағандар, дауыс берсеңіздер. Негізі өзі кәсіпкер жігіт, шағын орта кәсіпкерлікте нақты ғылыммен жаңа технологияларды осы Астана қаласымызға енгізіп жатқан азаматтың бірі, кәсіпкер ретінде. Енді қоғамдық жұмыспен бір жылдай болып қалды, айналысып жатыр. Біз мынау Ишимдағы кәріз қалдықтарын тазарту бойынша Астана қаласында сондай үлкен жобаны ұсынды. Өйткені қазір технология лас суларды тазартуға мүмкіндік бар. Сондықтан Нариман Баубекті біз ұсынып отырмыз. Ал Нариман Баубектің кандидатурасын қолдайтындар, дауыс берсеңіздер. Қарсы кім бар? Қарсы, қалыс қалғандар. Нариман Асқарұлы бір ауыздан делегаттардың қолдауын алды. Нариман Асқарұлы, сізге сөз. Да, уважаемые однопартийцы, друзья, я хотел высказать свою благодарность и признательность за ту честь, которая мне выдалась, то, что за меня проголосовали именно на пост председателя городского филиала. Я этому очень рад, и я надеюсь соответствовать тем ожиданиям, которые теперь на меня возложены, продвигать именно экологическую повестку в рамках города Астана. Я хочу сказать, что вот с тех пор, как партия была создана, я, можно сказать, в первых рядах сразу вступил и проявлял максимальную активность для того, чтобы продвигать интересы партии. Я дважды баллотировался в Маслихат и именно всегда старался, чтобы и гордое имя партии Байтак звучало, да, именно в городском масштабе, чтобы продвигать именно правильные наши именно ценности, которые важны для не просто для горожан, да, не для только города, но и для всей республики. И мы научной деятельности, да, мы занимаемся очисткой загрязненных вод, там, да, от солей тяжелых металлов, занимаемся новыми материалами, технологиями, и все это только лишь для того, чтобы улучшить жизнь каждого казахстанца, каждого гражданина нашей страны. Если касаться планов, одним из моментов, я считаю, самым главным, да, это подготовка к предстоящим выборам, которые позволят представлять партию как вот в Маслихатах, да, так и в Мажилисе, для того, чтобы более активно продвигать экологическую, социальную политику, которая позволит, опять же, улучшить качество жизни каждого гражданина. Нариман Асқарұлы, сізге сәттілік тілейміз. Біз сіздің кәсіби деңгейіңізді білеміз, сіздің шын ниетіңізді, сіз нағыз патриот адамсыз, сондықтан сізді бәрі қолдайды, мемлекеттік мекемелерде, партияластарымыз да, қоғамдық ұйымдарда бәрі сізді қолдайды, бәрі сіздің артыңызда тұрады, сол қойған мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспін. Құрметті делегаттар, Қазақстанның Байтақ Жасылдар партиясының Астана қаласы филиалының кезекті 4-ші конференциясының күн тәртібіндегі екінші мәселені дауысқа саламыз. Астана қаласы филиалының саяси кеңес құрамын сайлау. Астана қаласы филиалының саяси кеңес құрамын жеке дара сайлаймыз ба, әлде тізім бойынша дауысқа саламыз ба? Біріншіден мен тізімді оқып берейін, осыны бірінші дауысқа салу олайық. Бірінші, Қазақстанның Байтақ Жасылдар партиясының Астана қаласы филиалының саяси кеңесінің жаңа құрамының кандидаттары. Бірінші, Баубек Нариман Асқарұлы. Екінші, Сүлейменова Сабира. Үшінші, Сейкенов Батыр Ералхан ұлы. Батыр Сейкенов, ол ұлттық палатаның басшысы, ол бүгін делегаттар келіп отыр. Ол жердегі Аяла бастауыш партия ұйымынан ол кісі қазір келіп қалу керек. Біздің жиналысымыз ертерек басталып кетті, сондықтан біз ол кісіні заочно сайлауға сала береміз. Төртінші, Кенжебекова Роза Темірқұловна. Байтақ Жасылдар партиясының әйелдер кеңесінің төрайымы. Бесінші,
Пак Олег Алексеевич. Олег Алексеевич, сейчас он очень известный человек в стране, который защищает бизнес-интересы страны. Поэтому үлкен рахмет, что вы предложили свою кандидатуру стать членом политсовет города Астаны. Алтыншы, Бердоңғар Танилберген Маратұлы. Танилберген Маратұлыны Қазақстан халқының бәрі біледі. Танилберген Маратұлыны баршаңыз танисыздар. Қазақстан мәжіліс парламентінің 3 сазывының депутаты болды. Одан кейін мына қоғамдық жұмыспен халықтың осы соңғы 10 жыл бойы халықтың мәселелерін көтеріп, ел аралап, бүгін халыққа белгілі танымал азамат. Қазір осы Астана қаласының экологиялық ахуалын көп көтеріп жүрген осы қаланың белсендісінің бірі. Біз оны сырттан қарап, көріп жүрдік. Партия деген, партияның мақсаты не? Халықтан шыққан дарынды, елді ойлайтын азаматтарды тауып, соларды партияның жұмысына тарту. Міне біз Танилберген Маратұлына ұсыныс бердік. Танилберген Маратұлы келісім берді. Осы Астана қаламыздың экологиялық ахуалын дұрыстауға, ол дұрыстау тек қана мемлекеттік мекемелерді сынау емес, біз ұсыныстар беруіміз керек. Жаңа креативті шешімдерді беруіміз керек. Кеше мен жаздым, парламент мәжілісінде отырыс болды, мемлекеттік басқару жүйесі мен жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі бойынша. Сонда мен оларға мәжіліс парламент депутаттарына кішкене дәріс оқып бердім. Олар мемлекеттік басқару жүйе деген оған кімдер кіреді? Оған министрлер кіреді, әкімдер кіреді, квазигосударственный предприятиялар кіреді. Олар өйткені мемлекеттік қызметте істеген кезде олар белгілі құпия заттарға оларда доступ болады. Сол үшін олардың жұмыстары шектеулі. Ал жергілікті өзін-өзі басқару ол қоғамдық жұмыс. Ол горизонталды нәрсе, қоғамдық жұмыс. Ол жерде қоғамдық институттар мен саяси партиялар жұмыс істеу керек. Олар жерде шектеу жоқ. Біз ешқандай ешкімнің алдында құпия нәрсеге доступ жоқ бізде мемлекеттік. Сондықтан біз ашық айта аламыз барлық затты. Сондықтан мысалы қоғамдық активистерді тарту біздің партиямызға ол өте маңызды зат. Кешірім сұраймын, негізгі тақырыптан ауытқып кеттім. 7-ші, Қадырбаева Нұргүл. Нұргүл Жұм Ахмет қызы біздің партиямыз ашылғаннан бастап біздің белсендіміз. Нұргүл 13 баланың анасы. 13 баланың анасы. 2023 жылы сайлау науқанында әр пәтерге кіріп біздің жаңағы партиямыздың үгіт насихат жұмыстарын жүргізді. Біз сол жұмысыңыз үшін үлкен алғысымыз шексіз сізге. Саяси кеңеске кандидат ретінде ұсынамыз. Ары қарай 8-ші, Нұрғалиев Берқан. Нұрғалиев Берқан ол біздің партиямыздың белсендісі, ол ішкі істер министрлігінің полковнигі, қазір өзі нағыз осы елдің патриоты. Біз жан-жақты қарауымыз керек. Әсіресе бізде партиямызда этикалық кодекс бар. Біз саяси партия мемлекеттік тіркеуден өткендіктен біздің де этиканы сақтауымыз керек. Саяси мәдениетті ұстануымыз керек. Сол этикалық кодекстің бәрін сол Берқан мырза жасап, біз съезде бекіттік. Осы Нұрғалиев Берқанды мен ұсынамын. 9-ші, Нажман Салтанат. Салтанат біздің осы қаланың тұрғыны, жасы 22-де, біздің жастар қанатының белсенді мүшесі. Біз саяси кеңеске жастардың да квотасы болу керек, жастар да қатысу керек саяси кеңеске. Салтанатты біз ұсынамыз. 10-ші, Колов Азамат Шакирович.
біздің партиямыз құрылғаннан бері біздің партиямыздың белсенді мүшесі, қазір арнайы спорт комплекс ашып, сол жерде біздің бастауыш партияны құрған азамат, біздің белсендіміз. Рахмет сіздің еңбегіңізге, партиямыз. Біздің саяси кеңеске ұсынамыз. 11-ші Исмаилов Олжабай ағамыз. Олжабай Жұмағалиевичті көп азаматтар біледі. Астана қаласында минералды ресурстар музейін ашқан. Өз қаражатымен музей ашып, сол музейді бүгінгі күні қарап отырған Қазақстанға белгілі біздің мақтаныш тұлғамыз. Біз мысалға әр уақытта айтамыз ғой, Қазақстан байтақ жер, жер асты, Менделеевтің жүйесіндегі барлық элементтер біздің жер астында бар деп мақтанамыз. Бірақ ешқайсымыз білмейміз, ол қандай элемент, қандай не екен. Олжабай Жұмағалиевич соның музейін ашты. Қазақстанда қандай заттар, свинец болсын, алтын болсын, барлық жер асты қойнауындағы байлығымыздың әр экземплярын алып музей ашты. Өз несімен. Енді біздің қазір ойымыз бар, арманымыз арғарай арнайы үлкен ғимарат салып, сол жер асты байлығымыздың түгел ұлттық музейін ашу ойымызда бар. Соған қазір Олжас Жұмағалиевичпен біз сол жұмысқа кірісеміз, партиямыз. Рахмет сізге, біздің шақыруымызды қабыл еткеніңізге. 12-ші осы біздің филиалдың төрағасы болған Лепсибаев Шыңғысты ұсынамын. Ол осы партиямыз ашылғаннан бері қалалық штабты басқарды. Қазір біз онымен келістік. Сайлау науқаны келе жатқандықтан сайлау штабын жүргізу туралы біз онымен келісіп, қазір ол соған қатысады, бірақ оны біз саяси кеңесте қалдыру туралы ұсыныс беріп отырмыз. Лепсибаев Шыңғыс. 13-ші біздің партиямыздың экологы, Қазақстанға белгілі азамат, бүгін ол Алматы қаласына Грин форумға кетті. Аяпбергенов Азамат Аюханович. 14-ші Кенжебаев Ергали Қосыбайұлы. Біздің экологиялық альянс Байтақ болашақ деген қозғалысымыз бар. Біз осы партия құрылар алдында сол қозғалыстың жұмысын жүргіздік. Бүгінгі күні Ерғали мырза сол қозғалыстың Астана қаласы филиалының басшысы. 15-ші Қазақстанға белгілі азамат. Кезінде бас прокуратурада табиғи қорғау прокуроры басшылығында қызмет атқарған Абай Еркебұланов. Қазір жаңа құқық мекемесінен пенсияға шығып, қазір экологиялық үлкен жобаларды іске асырып жатыр. Бір ғана жоба емес, 10 шақты үлкен жобаны іске асырып, соны қазір Астана қаласына енгізіп жатыр. Осы Абай Еркебұлановты Астана қаласының саяси кеңес мүшесіне ұсынамыз. Міне. Рахмет қабылдағаныңызға. Енді құрметті делегаттар, әрқайсысына жеке дауыс береміз ба, немесе тізіммен береміз ба осы? Онда осы саяси кеңес мүшелігіне ұсынған үміткерлерді тізімін қолдайсыздар ма? Дауыс берсеңіздер. Мандаттарыңызды көтеріңіздер. Жоғары көтеріңіздер. Қарсы кім бар? Қарсы. Қалыс қалғандар, қалыс. Ешкім жоқ. Яғни, құрметті әріптестер, құрметті саяси кеңес мүшелері, осы бүгінгі конференцияға келген делегаттардың бір ауыздан сіздер жаңа Астана қаласының саяси кеңес мүше құрамы болып сайландыңыздар. Сіздерді құттықтаймын, жұмыстарыңыз сәтті болуына тілектеспін. Бір ауыздан қолдағандықтан есеп комиссиясына сөз берудің қажеті жоқ деп санаймын. Өйткені видеокамера түсіріп отыр. Фейсбукқа арнайы камера, бұның бәрі дәлел бар бізде, заңдылығы. Ендігі кезекте, құрметті делегаттар,
конференцияның күн тәртібіндегі үшінші мәселе. Ол Астана қаласы филиалының бақылау ревизиялық комиссия құрамын сайлау. Осыған сәйкес төмендегі тізім бойынша кандидатураларды ұсынамын. Бірінші, Нұртаев Қуандық Темірканович. Екінші, Үсенқұл Шыңғыс Омарбекұлы. Төртінші, Бақытгүл Сегізбаевна. Үшіншісі. Осы үш адамды Астана қаласының партиямыздың филиалының ревизиялық комиссиясына ұсынамын. Енді Нұртаев Қуандық бүгін жиналысқа келе алмады, бірақ ревизиялық комиссияның мүшесі болып сайлану керек. Қаржылық білімі бар, аудит жасай алатын адам. Нұртаев Қуандық Казкоммерцбанктың басқару ісінде араласқан, және де инвестиционный үлкен фондтарды басқарған үлкен мықты қаржыгер. Ревизиялық комиссия бізге не үшін керек партиямызға? Ертең сайлауға түскен кезде біздің таза екенімізді, жемқор емес екенімізді айтатын ревизия комиссиясы. Олар бізді тексеріп, бізге келіп жатқан ақша қайда кетіп жатқан бәрін дәлелдеп береді. Мемлекеттік құзырлы мекемелердің алдында, халықтың алдында. Сол үшін бізге ревизия комиссиясы мықты болу керек. Сондықтан біз осы Қуандық Нұртаевты біз арнайы шақырдық осыған. Бүгін мына жиналысымызға қатыса алмады. Ол тәуелсіз азамат. Мына жерде ешкімге туысқан емес, ешкімнің брат сват емес. Бұл таза тәуелсіз адам. Ол Астана қаласының филиалының түгел ревизиялық комиссиясын жүргізетін азамат. Оған көмекші ретінде Үсенқұл Шыңғыс, мына артта тұр, және Бақытгүл Сегізбаевнаны ұсынамыз. Енді құрметті әріптестер, осы ревизиялық Астана қаласының ревизия комиссия мүшелерін не ұсынған адамдарды тізіммен дауыс береміз ба, немесе әрқайсысына жеке дауыс береміз ба? Егер тізіммен дауыс беретін болсақ, мандаттарыңызды көтерсеңіздер, қолдайтындар. Қарсы кім бар? Қарсы. Қалыс қалғандар. Яғни тізіммен дауыс береміз. Онда осы көрсетілген ревизиялық комиссияға мүшелікке ұсынған кандидатураларды қолдайтын болсаңыздар, дауыс берсеңіздер. Қарсы кім бар екен? Қалыс қалғандар. Яғни осы көрсетілген, ұсынылған Нұртаев, Қуандық, Үсенқұл Шыңғыс, Бақытгүл Сегізбаевна Астана қаласының ревизиялық комиссия мүшелері болып сайланды. Құттықтаймыз сіздерді. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Конференцияның күн тәртібіндегі соңғы мәселе. Ол Астана қаласының филиалының атқарушы хатшысын сайлау. Осыған сәйкес мен партия төрағасы Астана қаласы филиалының атқару хатшылығына, осы Астана қаласының филиалының атқару хатшылығына Уватаева Тоғжан Қайратовнаның кандидатурасын ұсынамын. Тоғжан Қайрат қызы Евразиялық ұлттық университетті бітірген. Онда ол экология мамандығында оққан, эколог. Университет бітіргеннен кейін 2 жылда экологиялық мамандықта жұмыс істеп, күйеуге шығып, жанұя құрып, ана болып, қайтадан енді балаларын өсіріп, енді осы 6 жылдан кейін жұмысқа кірісіп жатыр. Өз ниетімен, ынтасымен жұмыс жасаймын, Астана қаласының экологиялық жағдайын дұрыстауға барлық күшім салам деп, сондай ынтамен Тоғжан Қайрат қызы келді. Біз оны қабылдап, осы Астана қаласының атқарушы хатшылық қызметін беріп отырмыз. Жастарға әр уақытта жол беруіміз керек, мүмкіндік беруіміз керек. Жастар барлық жұмысты алып кетеді. Сондықтан бір жағынан жас, екінші жағынан қыз бала, үшінші жағынан ана. Енді оларға экология керек болмаса, ең бірінші сол кісілерге керек деп ойлаймын. Рұқсат болса, осы Тоғжан
Қайратқызының кандидатурасын дауысқа салсақ, қолдайтындар, қарсы, қалыс қалғандар. Яғни қарсы ешкім жоқ, қалыс қалғандар ешкім жоқ. Бәрі қолдады, яғни бір ауыздан бәрі қолдап отыр. Есеп комиссиясы әсел, сіз бәрін бақылап отырсыз ғой, бәрін санап отырсыз, жақсы. Онда бір ауыздан Тоғжан Қайратқызы, сізді құттықтаймыз, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Здравствуйте, уважаемая делегация. Меня зовут Улатаева Толжан. Я закончила Евразийский национальный университет, имею степень магистра по специальности экология. Я проработала в экологической сфере пару лет и затем создала семью. И то есть экологическая повестка для меня – это не формальность, потому что именно в этом городе живет моя семья, мои дети. И я, как их мама, несу ответственность, чтобы мои дети жили в чистом городе, с чистой водой и с чистой землей. И именно поэтому я вступила в партию зеленых «Байтак». И как исполнительный секретарь филиала города Астана я беру на себя ответственность работать максимально эффективно и добросовестно. И также я мотивирована делать все, что в моих руках, чтобы наш астанинский филиал был сильным, активным, и чтобы партия уверенно победила в предстоящих выборах. И также мы будем полностью контролировать от лица партии «Байтак» строительство экологического парка на месте озера Талдыколь, добиваться увеличения рекреационных зон в городе Астана и также работать над снижением пробок в городе. Также будет требоваться снижение выбросов в атмосферу и в том числе установку современных фильтров именно в предприятиях столицы. И я мама, и житель Астаны, и как эколог, и ваш исполнительный секретарь. И я хочу, чтобы наши дети жили в чистом, экологически безопасном городе. Рахмет, Тоғжан Қайратқызы. Сізге жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Біз өз жағымыздан барлық көмекті көрсетеміз. Біздің міне мәслихат депутатымыз Мавлен Естаевич. Бұл кісі осы еліміздегі мықты экологтардың бірі. Астананың қасындағы орманды білесіздер ғой. Сол орманды өз қолымен егіп, соны өсіріп, соны қараған, мен сол жерде тұрамын. Осы кісінің жасаған ісін мен өз күнде көрем сол орманда. Міне, осы Мавлен Естаевичтің арқасы. Сондай жұмыстарымыз біздің көп бола береді. Сондықтан сізге сәттілік тілейміз. Астана қаласының филиал төрағасы Нариман Асқарұлы, Тоғжан Қайратқызы, сіздерге тек сәттілік тілейміз. Біздің филиалымыз партиямыздың Астана қаласында бірінші орында болу керек. Біз арнайы зерттеу жүргіздік. Біздің партиямызды қолдайтындар Астана мен Алматы екен. Енді бүгіннен бастап сол жұмысымызды күшейтуіміз керек. Сәттілік сіздерге. Біз уставта көрсетілген протокольный частьті бітірді. Енді рұқсат болса регламент 2-3 минут. Бірінші болып Олжабай ағамызға сөз берсек. Олжабай ағамыз негізі геолог. Қазақстанның жер астында не бар екен түгел білетін азамат. Сәлеметші, я геолог сам, заслуженный геолог нашего Казахстана и плюс водник. Все подземные воды нашего Казахстана я знаю очень хорошо. И вокруг Астаны, которая находится, и в других регионах. И поэтому я буду рад содействовать партии работы. К сожалению, может быть, как в советское время я был коммунистом, и больше партий я никогда не был. Мне различные партии приглашали, но я, отказывался. Видно, судьба Аллах мне предназначал, чтобы я вступил в Байтак, наверное. Как я геолог, вы поняли, да? Мы создали музей минералов нашего Казахстана, но там и со всего мира есть, и российский, и американский. Суть этого музея в чем? Первое. Мы страна сырьевая. Все вы знаете, и мы продаем сырье. Но чтобы сырье что-то продавать, надо уметь показывать. Много людей приходят сейчас к нам на музей, и многие, что такое минералы, не знают. Но истина и миссия
это музей чуть-чуть иная. Вот. Много ходят детей и 1 класса, и 10, и студенты. Моя миссия через богатство нашей страны им прививать любовь к своей родине, к своей стране, чтобы они отсюда не уезжали и знали. И поэтому мы все проводим и лекции, и работы. Вот, значит, находимся мы здесь недалеко. Я общаюсь с акиматом города Астаны. К сожалению, конечно, очень трудно. Я просил им там сделать график школ наших всех. У нас где-то 160 школ, но, к сожалению, не идут навстречу. Вот это, конечно, жалко и обидно. Вот, мы мечтаем построить огромное здание, как, допустим, Американский музей естественной истории, Британский музей, там, российский. Вот сейчас за примером далеко ходить, но не надо. Вот узбеки построили очень шикарный музей минералов. Вот. Таджики собираются, чтобы не строить, меня приглашают, вот, белорусы. А мы как-то находимся сзади. На построение этого музея не так много денег надо. Самая суть, надо просто быть патриотом своей страны, тогда будет все хорошо. Ну, хотелось бы с вашей помощью этот вопрос нам решить. Вот. Повторяю, миссия очень проста, чтобы дети наши знали, что у нас есть, и гордились страной своей, богатством своим. Олжабай расменде это вот уникальный музей. Это весь музей сделал своими деньгами. Олжабай сегодня вот около 10 миллионов тенге на сопровождение уходит. Это его деньги. Он это все делает. Он энтузиаст. Он вот хочет, чтобы наши дети видели, каким богатством мы владеем. Біздің бабаларымыз қандай бізге байлық қалдырды. Ана жерде бәрі көрініп тұр. Енді кезекте осыны ұлттық музей сияқты үлкен ғимарат жасап, осындай үлкен музей жасауымыз керек. Біз жер асты байлықтарымызбен мақтануымыз керек, инвестиция тартуымыз керек. Сондықтан сондай бір үлкен проект бар, соған арнайы қоғамдық фонд құрылып жатыр. Олжабай мырзамен енді кезекте сол фондтың жұмысын жүргізу үшін біз партияластармен бәріміз қолдау көрсетеміз. Ол екінші мәселе. Ал енді құрметті келесі сөзді Танирберген мырзаға берсек. Здесь все собрались свои люди, өзіміз, что называется, да? И я понимаю, что экология для вас не пустой звук. Многие связали с этим вопросом всю свою жизнь. Достижения относительные, что-то получается, зачастую не очень. И сейчас мы находимся в команде единомышленников, перед которыми стоит основная цель. Цель очень проста. Партии Байтак добиться того, чтобы партия стала партией парламентского типа, чтобы в этой партии были те депутаты парламента, которые возглавили комитет по экологии и природопользованию, изменяли законодательство по экологии для того, чтобы у всех экологов появились реальные механизмы через закон влиять на экологическую ситуацию. И здесь в наших рядах большое количество мам, которые переживают за будущее своих детей, за их здоровье, за экологию своего родного города. Тех людей, которые искренне желают, чтобы все экологические платежи поступали в бюджет, а бюджет тратил именно их на решение экологических проблем. И в конце концов для любого казаха, казахстанца вопрос экологии, связи с природой, органичной жизни внутри, скажем, страны, которая напрямую переплетена с природой. Мы это часть природы, в конце концов. И когда решаем экологические проблемы, мы изменяем прежде всего себя. Очень рад сейчас вступить в партию Байтак. 25 лет я был членом партии ОТАН. Четверть века прошло, пора что-то менять, и сейчас именно в этой партии я вижу перспективу развития будущего экологии Казахстана. Огромное спасибо, только вперед! Келесі сөзді Пак Олег Алексеевичке берсек. Олег Алексеевич человек, который имеет большой опыт защиты бизнеса. Он был в президиуме
Национальной палаты предпринимателей Атамекен, ушел оттуда и создал свой альянс защиты предпринимателей «Парасат», который уже 2,5 года плотно работает в защите предпринимателей и в интересах развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. Олег Алексеевич, вам слово. Да, большое спасибо, Азаматхан Салавович. Ну, после таких громких слов Танимирген Маратовича, наверное, я мало чем удивлю публику, но хотелось бы сказать про конкретные вещи, наверное, да. Вот меня представили, да, я вот действительно после ухода с Национальной палаты Атамекен, возглавляя там комитет обрабатывающей промышленности Президиума Национальной палаты, образовал альянс предпринимателей «Парасат», который сегодня выдвигает ряд серьезных и громких инициатив, направленных на изменение в целом структуру нашей экономики. Да. Потом по приглашению председателя Казахстанской партии «Зеленых» Азаматхана Салавовича я сегодня являюсь заместителем председателя партии. Хотелось бы сказать несколько аспектов именно экологических и проблемных вопросов, которые я считаю, что партия должна сегодня решать. Да. И вот сегодня вы как секретарь назначенной партии астанинского филиала говорили. Сегодня, к сожалению, экологические вопросы остаются на таком задворке. Да? У нас масса экологических проблем. Сегодня мы одна из самых грязных стран в мире. Наши города бьют рекорды постоянные по загрязнению. Но при этом наше правительство, к сожалению, дает льготы всем загрязнителям. Если вы знаете, около 100 миллиардов тенге ежегодно мы сегодня получаем экологических выплат, но при этом льготные периоды в адрес крупных промышленных предприятий составляют 1 триллион тенге. То есть представьте, что бы мы могли бы сделать, если бюджет бы получал бы этот триллион тенге, и эти деньги были бы направлены на реализацию экологических вопросов. Сегодня эти вопросы поднимает партия. 20 числа мы вот совместно с партией будем проводить большой круглый стол с представителями крупных промышленных групп. Есть также масса инициатив от партии, связанных с, вот сегодня, опять же, возвращусь к Астане, наверное, и ко всем городам, связанных с очисткой выбросов газообразных, с очисткой воды, потому что у нас во многих городах просто отсутствуют канализационно-очистные сооружения. То есть у нас вся эта грязь, она просто выбрасывается. У нас мусор перерабатывается в каком-то мизерном количестве, по-моему, до 10% всего. Твердобытовые отходы, а про опасные отходы в целом, страшно говорить. Вот буквально недавно я выступал на презентации законопроекта по переработке радиоактивных отходов в Мажилисе. И от лица партии я привел пример МАЭКа. Сегодня около 1500 тонн жидких радиационных отходов, радиоактивных отходов находится на МАЭКе. К сожалению, агентство НИАКИМАТ Мангистауской области выделить средства на переработку не могут. Это, представьте, уже десятки лет с момента эксплуатации остановки данного предприятия, данного блока, да, вопросы так и не решаются. То есть масса экологических вопросов. И я считаю, что вот сегодняшняя конференция, где мы назначили и избрали руководство и структуру астанинского филиала, в целом хотелось бы сказать, что мы должны повышать эффективность работы всех наших структур, и экологическая повестка на сегодня очень серьезна. Поэтому хотел всех поблагодарить руководство партии, поблагодарить присутствующих сегодня приглашенных гостей, которые пришли, но и активистов. Вот от нашей гражданской позиции, от нашей в целом позиции гражданского общества, только через это, я имею в виду, мы можем доносить и решать проблемы. Всем спасибо. Вы делаете очень большой вклад в развитие нашей страны. Мы свидетели, мы это видим. Мы видим, что у нас различает. Мы видим, кто конкретно делает для страны развитие и кто ворует. Мы все это видим. У нас хватает людей, у нас есть команда в этом направлении есть, мы работаем. Енді келесі сөзді рұқсат етсе Қазақстанға танымал мұнай саласының маманы, эксперт Олжас Байділдиновке берсек. Олжас партиямыздың серіктесі, мұнай компаниялардың экологиялық мәселелерін қарап жатырмыз көп. Олжаспен өте жақсы тығыз байланыстамыз. Маман ретінде, эксперт ретінде біз құрметтейміз, қолдаймыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, когда Танирберген закончит строительство своего дома к 2050 году, следующий дом он будет строить из экологически чистых материалов, и как раз это будет в конве партии.
Рахмет, как вы знаете, нефтегазовый сектор – это наша житница, это основа нашей экономики. При этом, конечно, есть много экологических вопросов. И я рад, что партия Байтак уделяет такое внимание этому аспекту, не боясь каких-то громких названий, громких имен, продвигает эту повестку, потому что это то, что нужно Казахстану. Это все-таки наша земля, наша родина. Мы здесь будем жить, компании добудут ресурсы, уйдут со временем, а, естественно, с этими экологическими вопросами, в том числе, там, допустим, с Каспийским регионом, останемся мы. Поэтому я рад, что вы поддерживаете эти инициативы. Рахмет за поддержку в целом этих инициатив. И я думаю, что, конечно же, партия, безусловно, займет достойное место в парламенте на предстоящих выборах. И сегодня, слушая гимн, только обратил внимание, оказывается, ваше название упоминается в гимне. Это единственная партия в Казахстане с такими привилегиями, наверное. Рахмет, хорошая работа участникам съезда. Рахмет. Болашақта сайлау науқанында, я думаю, вместе будем работать. Ужас, он очень известный в стране, молодой человек, поэтому его помощь, продвижение нашей партии всегда нужен нам, потому что у нас немножко популяризация нашей партии очень слабо идет. Это не означает, что мы мало работаем, много работаем, мы не умеем хайповать, мы не умеем рекламировать себя. Но с другой стороны, это тоже правильно. Сперва мы должны работать, как говорится, черную работу должны делать, а потом на этом пиариться. Правильно же? Поэтому это нормально. А люди первый хайпают, потом работают. Такое не надо. Сперва мы должны показать, что мы должны создать структуру преданных, друг друга поддерживающих, единую такую команду. Потом начнем пиариться. Енді келесі сөзді жаңа айттым ғой сіздерде. Бас прокуратурада табиғат қорғау прокуроры болған. Қазақстанның түгел табиғат. Бұл кісі табиғат қорғау прокуроры болған кезде жүздеген миллиард теңге айыппұл төлейтін мұнай компаниялары. Бұл кісі қалай кетті? Түгел айыппұлдың бәрін алып тастады. Бүгін күні бірде-бір мұнай компаниясына айыппұл саламайды қазір прокуратура. Өйткені Астанамен келісу керек дейді, бас прокурормен келісу керек дейді. Бюрократияны қосып жіберген. А содан кейін біздің халқымыз, ауылда тұратын, жаңа батыс өңірде тұратын халқымыз мұнайдың уына уланбау керек қой. Сондықтан құрметті Абай мырза, 2 минут регламент, сізге сөз. Микрофон болады. Рахмет, Азаматхан Сайлауұлы. Мынау сіздерге де үлкен рахмет, сенім білдіргендеріңізге бүгін. Мен өзім саналы өмірімді енді осынша дәрежеге келгенге дейін осы табиғат, ең бастысы табиғат қорғау саласына жұмсадым деп айта аламын. Оның ішінде мынау Азамат Сайлауұлы айтқан дәлел ретінде ең үлкен, әлемдегі үлкен компания Теңізшевройлға бірнеше миллиард штраф салып, ол 2000 жылдары, ол кезде қиын заман. Соның есебінен бас прокуратура осында көшіп, здания салып, және біздің азаматтарға баспана бергізді. Одан бөлек енді өз тек қана мынау экология саласында жай ғана теоретически жұмыс істемейміз, практически дәлелді жұмыстар істедік. Ол кезде мен өзім бастама жасап, осы мынау Сайганы запрет жасап, Сексеуілді запрет жасатып, соның арқасында мені өздеріңіз көріп отырсыздар, қанша осындай саны көбейіп отырғанына. Одан бөлек осы жақында ғана, осы былтыр ғана мынау су кодексін разработка жасап жатқанда өте шала екенін естіп, оны өзім осы Байтақ атынан 2 министрге де ұсыныс жасап, одан кейін 2 министр су саласында министрмен қабылдап, мен басшылығымен, өзіміздің басшылығымен, өзімнің партнерларыммен бірге осы топ жасадып, соны 1 жыл бойы су кодексін разработка етіп бердік. Міне бүгінгі күні су кодексі толығымен қабылданып, әрине марапат алдық. Оның артында тұрған нәрсе кәдімгі практикалық жұмыс істедік деген мәселе. Мен осы жөнінде айтатыным, құрметті партиялықтар, өз салаларыңызда ең бірінші, мынау Азаматхан Сайлауұлы айтып отыр, ең бірінші үлес қосуымыз керек отанымызға. Одан кейін барып, ары қарай реклама басқа жасауға да болады. Мені бүгін Пак мырзаның айтқан мәселесі бойынша кеше ғана естіп, мен қолдау көрсетіп, сіз жөнінде мен газета публикация жасап жібердім. Сіздің айтып тұрғандарыңыз өте орынды. Одан бөлек, мына маекте
100 миллиондаған радиоактивті отход жатыр Қошқар-Атада. Сол мәселені мен бір жыл бойы көтергем, прокуратураға көтеріп, кінәлі адамдар жауапқа тарту мәселесін көрсетіп, сояққа жолдау жолдағам. Ол жерде де үлкен мәселелер көп. Сондықтан мынау құрметті партияластар, бұл табиғат қорғау мәселесі жүрекпен келетін нәрсе. Бұл да дәрігер сияқты нәрсе. Егер жүректеріңізбен шын көңілмен қорғайтын болсаңыздар, сонда ғана бізде нағыз результат болады. Сондықтан партияластарыма да, басшылыққа да, бәріңізде де осы мына айтылып жатыр ғой. Үлкен парламент деңгейінде өз жұмысты үлкен нәтиже ретінде көрсете алайық. Үкімет дәрежесінде, президенттің дәрежесінде көрсетіп, соған үлкен нәтижелерге жетейік. Құтты болсын. Құрметті партияластар, құрметті делегаттар, бүгінгі жоспарлаған біздің сөйлейтін адамдар сөйледі. Енді кезекте біздің қазір орталық аппаратта біздің осы жаңа партиямыздың мүшесі Тимур Ибрагимов деген мынау Европаға оқуға кетіп, Европадан осы жақында келіп, өзі Қазақстан азаматы партиямыздың жұмысына үлес қосу үшін пиар жағын бүгін алып жатыр. Жаңа маған айтып отыр, бір мен сөйлейтін сөзім бар, рұқсат етсеңіз, мен Европада көрген экологиялық ситуацияны Қазақстанмен салыстырмалы түрде айтып берейін деп отыр. Тимур, прошу вас. Здравствуйте, коллеги, сопартийцы, журналисты, гости. Я рад презентовать вам небольшое мое эссе касательно природной ситуации у нас в Казахстане, а именно как психологически влияет природная ситуация на население, на народ. Я хотел бы начать с очень грустной на самом деле новости. Казахстан занимает 17 место по статистике 2019 года по количеству самоубийств. На 2024 год количество самоубийств только в первой половине выросло на 8,5%. И это ужасная статистика, которая на самом деле кажется просто цифрой, но за каждой десятой, каждой сотой процента стоит чья-то жизнь. И я хотел бы заострить внимание, что партия Байтак напрямую связана с тем, как решить этот вопрос. И я для себя нашел очень интересные исследования, которые это подтверждают. Во-первых, хотел бы привести тоже статистику. Очень такая вот есть попсовая статистика, что загрязнения больше всего влияют на легкие, на здоровье. Но в целом, если мы откроем статистику международную, то окажется, что по количеству раковых заболеваний Казахстан занимает 60 место. По количеству рака легких 51-е. По количеству болезням легких 24-е. А вот по количеству употребления наркотиков, что напрямую связано с психологическими заболеваниями, 19-е. И, как я уже сказал, по количеству суицидов 17-е. И я хочу привести пример того, как партия Байтак может решить эту проблему. В первую очередь, я, так как жил в Европе, очень много наблюдал за тем, как себя ведут люди. И как в Европе создано градостроительство. Между каждым домом бывают парки, бывают площади, скверы. Люди гуляют, люди могут выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Потому что в первую очередь парки – это не только просто как украшение города, это в том числе легкие города, это в том числе шумоподавление в городе. То есть если мы строим парки, если мы строим скверы, мы очень хорошо влияем на психологическое состояние граждан. И в Германии, в городе Лейпциг, проводили исследования на десятках тысяч людей. Проводили его не путем опросов, а путем статистики медицинской. А именно, взяв статистику и взяв адреса людей, живущих рядом с парками, решили провести корреляцию с тем, насколько часто эти люди употребляют антидепрессанты и имеют психологические проблемы. И они нашли строгую корреляцию, что если человек живет в 100 метрах от ближайшего парка, то шанс того, что он будет употреблять антидепрессанты или наркотики, в разы снижается. Таким образом, мы можем увидеть, что в принципе по Европе, в местах, где больше всего парков, количество психологических заболеваний гораздо ниже. Я надеюсь, что партия Байтак, в которую я вступил совсем недавно, посодействует тому, чтобы бороться с незаконными застройками плотными, которая поможет бороться с тем, чтобы не сносились парки по городам, которая поможет возводить новые парки. И я таю надежду, что я помогу с этим и что мы действительно выйдем на общереспубликанский уровень именно в парламенте и сможем законами утвердить наше право на психологическое здоровье всех граждан Республики Казахстан.
Более того, хотел бы еще привести еще одно исследование, которое проводилось. Также оно проводилось журналом Environmental Psychology, психология окружающей среды. И оно говорит, что если мы имеем огромное количество парков, особенно зеленых парков, мы благоприятно влияем на психическое здоровье и на работоспособность всех людей, так как зеленый цвет психологически снижает количество стресса. Более того, нужно учитывать, что в современном мире мы живем в городах-миллионниках. И мы пришли к этому очень быстро, и наша психология не успела адаптироваться. Нужно понимать, что тысячи лет человечество жило в небольших сообществах, в сельской местности или на природе. И сейчас, когда мы живем в бетонных джунглях, это все очень сильно давит на нашу психику. Поэтому я вижу, что партия Байтак может решить этот вопрос, и я, собственно, к ней присоединился. Спасибо. Үлкен рахмет. Енді құрметті конференция қатысушы делегаттар, біздің сценарий бойынша соңғы сөзді мен сөйлейді екем, сондықтан соңғы сөзді айтып, содан кейін бүгінгі конференциямызды жабық деп жариялаймыз. Біріншіден, мына келген Нұрсұлтан ол мына карате республикалық федерация бар. Соның басшысы Астана қаласында карате спортының дамытып атқан азамат. Жыл сайын біз сол спортқа спонсор болып қатысып жатырмыз. Бүгінгі күні мыңдаған жас балалар карате мен айналысып жатыр. Біздің партиямыздың ұстанымының бірі салауатты өмір сүру салты. Біз бәріміз спортпен айналысамыз. Таңғы жүгіру, гимнастика, карате, бәрін соған біз жастарымызды тәрбиелейміз. Ауруға шалдықпау үшін иммунитетті күшейту. Иммунитетті күшейту тек қана спорт. Сондықтан міне Нұрсұлтан сияқты карате федерациясының президенті біздің партиямызға қосылғаны ол өте үлкен жетістік біз үшін. Сізге рахмет. Екінші, жаңа айттым ғой, Мәулен Естаевич. Бұл кісі Астана қаласының қасында орналасқан орман алқаптарын бәрін басынан бастап бүгінге дейін өсірді. Мен өзім сол жерде тұрамын. Мен соны күнде жақсылығын көрем. Күнде керемет табиғат. Міне, Мәулен Естаевич, сіздің партия құрылғаннан бастап біздің партиямызға қызмет етіп, бізге қолдау көрсеткеніңізге мың алғыс айтам. Ендігі кезекте ары қарай партиямыздың күшеюіне сіз қолдау көрсетеді деп санаймын. Сонымен қатар, міне Азамат Колов, міне біздің белсендіміз, партиямыздың қолдаушысы, өзі қазір салауатты өмір сүру салтын дәріптеу үшін арнайы спорт комплекстерін ашып, астаналықтарды спортқа тартып жатыр. Бастауыш партия ұйымын құрды біздің партияны. Ол жерде қоғамдық қабылдау өтіп жатыр, халықтың арыз шағымдарын жинап жатыр. Рахмет сізге, Азамат. Енді басқа мына жерде Нұргүлді айттым рахметімді. Басқа мына жерде Бақыт біздің партиямыз құрылу алдында қозғалыс кезден бастап біздің партиямызды қолдап келе жатыр. Қазір Астана қаласының тұрғыны біздің партиямызды дәріптеп, үгіт насихатын жүргізіп жүрген азамат. Мың алғыс сізге. Енді сонымен қатар осы Астана қаласында күміс еріктілер бар. Бұл қазір пенсияға шыққан азаматшалар біріктіріп, сонда күміс жаңағы кеңесін құрып, сонда үлкен жұмыс атқарып жатыр. Олар біздің партиямыздың қолдаушылары. Сіздерге мың алғыс. 100 жасаңыздар. Жаңа біздің әйелдер кеңесінің төрайымы Роза Темірқұловна болып еді, мына жерде шығып кетті. Оған да мың алғыс, партиямыздың дамуына үлес қосып жатыр. Енді құрметті партияластар, Роза Темірқұловна, бұл кісі кезінде Салтанат Темірқұловна деген өте керемет эколог апамыз болған. Өте көп қызмет атқарды. Сол кісінің туған сіңлісі біздің қазіргі Байтақ Жасылдар партиясының әйелдер кеңесінің төрайымы. Әйелдер кеңесі біздің ең мықты локомотив болу керек біздің партиямыздың. Әйелдер ол үлкен күш. Партия ол күшті пайдалану керек. Әйелдерді белсенді болуына біз барынша өз алаңымызды беруіміз керек. Президент Қасым Жомарт Тоқаев
президент болған кезде сайлау заңына өзгерту енгізіп, әйелдер квотасын қосты. Қазір парламентте де, маслихатта да, әкімдік сайлауда әйелдер квотасы бар. Сондықтан біз саяси партия ретінде сайлауға дайындалған кезде біз әйелдер қауымын ойлауымыз керек, араларынан көшбасшы біз табуымыз керек. Сол сіздің арқаңызда мықты көшбасшыларды біз бәйгеге қосамыз деп отырмыз келесі сайлауда. Сізге сәттілік тілейміз. Енді кезекте мен енді өз сөзімді айтайын. Ең бірінші, біз қазір Қазақстан елі үлкен өзгеріс жүріп жатыр біздің еліміз. Енді мен енді барлық затқа жақын жүргеннен кейін көріп жатырмын ғой, барлық жерде саяси реформалар іске асып жатыр. Мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік әкімдер, министрлердің жұмысы өзгеріп жатыр. Қазір әкімдер халықпен кездесу олардың бірінші жұмыс тәртібі болып отыр. Барлық жерге барасын, әкімдер халықтың арасында жүреді. Осы жақында Ақтөбе облысында болдым. Қала әкімі де, облыс әкімі де халықтың арасында жүр ғой, таң қалдым мен. Ондай қай кезде болып еді? Міне, бұл тағы да айту керек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстан құру саяси реформасының арқасында естуші мемлекет құру. Сондықтан, құрметті партияластар, бұл шындықты біз айтуымыз керек. Бұл үлкен өзгерісті. Сонымен қатар, 8 қыркүйекте президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа жолдау кезінде үлкен саяси реформаны, яғни естуші мемлекет, әділетті мемлекет қағидасын нүктесін қоятын саяси реформаны ұсынды. Ол парламенттік реформа. Бізде бір палаталы парламенттік реформа болу туралы ұсынысты халыққа айтты. Бүгін халықтың арасында үлкен пікір талас болып жатыр бұған байланысты. Бізде Байтақ Жасылдар партиясы біз жұмыс тобын құрып, осы бағытта қазір арнайы жол картасын жасадық. Біз апта сайын бұл мәселені біз қазір қозғаймыз. Өйткені бізде Европаға бардық, Азия елдерін көрдік. Бір палаталы парламенттің, мемлекеттің дамуында қаншалықты орны бар екенін біз көрдік. Сондықтан біз ол ұсынысты қазіргі құрылған президенті қасынан құрылған жұмыс тобына өтініш арқылы біз жібереміз. Ол өте маңызды зат. Енді кезекте осы жақында өздеріңіз білесіздер, қазір халықаралық дәрежеде біздің еліміздің беделі өсіп келе жатыр. Өсіп жатыр, ол шындықты айтуымыз керек. Ана жолы Америка құрама штатына Америка және Орта Азия үлкен жиын өтті. Сонда Америка құрама штатының президенті біздің президентпен кездесіп, қандай үлкен мәселелерді, экономикалық мәселелерді талқылады. Осы жақында Ресей президентімен кездесті. Біз осыдан 10 күн бұрын бізді Қытайдың коммунистикалық партиясы бізді арнайы шақырды, Орта Азиялы саяси партияларын. Сонда біз қатыстық, сонда көрдік бізді қандай дәрежеде Қазақстанға көзқарастары. Сондықтан біздің беделіміз, Қазақстанның беделі өсіп келе жатыр. Сол осындай үлкен керемет істе біз президенттің қасында болуымыз керек, президенттің саяси реформаларын іске асуына барлық күшіміз салуымыз керек. Ол біздің партиямыздың маңызды ұстанымы болу керек. Одан кейін тағы бір айту керек, Таза Қазақстан президенттің инициативасымен экологиялық акция Таза Қазақстан іске асып жатыр қазір. Бүгінгі күні миллиондаған адамдарды біріктірді бұл акция. Яғни президент айтқан кезде ол саясат. А сол саясатты іске асыратын ол біз. Яғни біз әрқайсымыз осы Таза Қазақстан саяси реформасын, акцияны іске асуына әрқайсымыз жұмыс жасауымыз керек, құрметті әріптестер. Енді кезекте партияның құрылымы туралы айта кетейін. Бүгінгі күні біздің Байтақ Жасылдар партиясы әр облыста, республикалық масштабта 3 қалада филиалдары бар. Ол жерге жаңа төрағалар сайланды. Төрағалардың бәрі тәжірибелі, іскер адамдар. Сондай адамдарды біз таңдадық, қазір қойдық. Енді оларға біз тапсырма бердік. Осы айдың соңына дейін әр ауданда партиямыздың филиалдарын ашу. Сонымен қатар, мысалға Ақмола облысы, Маңғыстау, Алматы облысы, Жамбыл облысында бүгінгі күні әр ауданда филиалдар ашылды. Енді сол филиал басшыларына әр ауылда бастауыш партия ұйым құру туралы тапсырма беріліп жатыр. Яғни біз Астанада отырып,
біз тамырымызды ауылға дейін жеткізіп жатырмыз. Ауыл халқымен жұмыс жасайық деп жатырмыз. Сондықтан бұл біздің міне партия строительство, партиялық құрылым іске асып жатыр. Сонымен қатар партиямыздың ревизиялық комиссиясын күшейтіп жатырмыз. Ревизиялық комиссиясын арнайы мықты, тәуелсіз қаржыгерлерді шақырып жатырмыз. Олар бізге ешқандай туысқан емес, жақын емес, олардың бәрі тәуелсіз адамдар болады. Олар бізге не үшін керек? Біздің партиямыз таза екенін дәлелдеу үшін керек. Ақша көп болған сайын жемқорлық болады, дұрыс па? Ол көрінген мекемеде болуы мүмкін. Сондай жемқорлықтан, ұрлықтан аулақ болу үшін бізге ревизиялық комиссия мықты жұмыс істеу керек. Біз егер өзіміз таза болсақ, біз мемлекетімізді тазалыққа тәрбиелей аламыз. Сондықтан бірінші өзіміз таза болуымыз керек. Өзіміздің мекемеміз, өзіміздің ұйымымыз, одан кейін басқаларды тәрбиелей аламыз. Сондықтан құрметті партияластар, бұл біз үшін маңызды зат. Сонымен қатар, енді біз жасылдар партиясымыз ғой. Бізде экология деген тақырып ол бірінші орында тұр. Күн тәртіптегі ең басты тұрған нәрсе. Таза ауа, таза су, таза жер, таза адами қарым-қатынасты қалыптастыру біздің партиямыздың маңызды ісі. Бұл бағытта біз орталық аппаратта жасыл саясат орталығын құрдық. Онда Қазақстанның тәжірибелі мықты экологтарын жұмысқа шақырып, айлық төлеп жұмыс істеткізіп жатырмыз. Олардың мақсаты не? Қоғамдық тыңдауларға қатысу. Көбінесе үлкен заводтар қойған кезде ауыл халқының алдында қоғамдық тыңдаулар өтеді, ауылды халықтың ішінде экологтар жоқ, олар шулап бәрі қалып кетеді. Сондықтан біз әр порталға кіріп, әр қоғамдық тыңдауларды қарап, АВОЗ деген нақты экологиялық бағдарламаларына кемшіліктерді, сындарды көрсетіп, біз жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі күні нақты жұмыстар бар. Көп мекеменің қазір экологиялық тәртіптерін жоғары көтердік. Осы жақында Ақтөбе облысында Ақтөбе феррорасплав заводында болдық. Қандай керемет экологиялық заттарды жасаған. Анау біз айтып жүрміз ғой, барлық семейде қарасаңыздар, мынау мұржадан түтін шығып жатады ғой. Түтінді сера бар, NO2, SO2 жетеді, выбростың әртүрлі адам денсаулығына зиян. Кетіп жатыр қап-қара түтін. Соны біз айтатымыз. Не үшін фильтр қоймайсыңдар? Фильтр. Әлемде барлық елде фильтр бар. Біз Америка құрама штатында Чикагода болдық. Чикагоның тура ортасында ТЭЦ тұр. Ол ТЭЦ көлеммен Алматы ТЭЦ-2-ден 20 есе үлкен. Пайдаланған көмірі біздің екібастұз көмірінен 10 есе нашар. Бірақ білесіздер ма, ол ТЭЦ-те бір зиянкес шығып жатқан жоқ. Ана жерде таза ауа шығып тұрған жерде. Өйткені олар десульфуризация деген фильтр қойған. Ұстап қалады бәрін. Осыны айттық. Енді соны бірінші болып іске асырған Қазхромның Ақтөбе феррорасплав заводы. Біз таңғалдық, андай керемет. Анау мұржасынан таза ауа шығып тұр ғой қазір. Ана зиянкештерді ұстап қап, содан отын жасап отыр қазір. Қайта өңдеп, қандай керемет. Яғни бүгінгі технология ауаны таза ұстауға жеткілікті. Тек қана біз оны пайдалана білуіміз керек. Оны біз үлкен мекемелерге айта білуіміз керек. Осы бойынша жұмыс жасай білуіміз керек. Солай ғана. Сол үшін біз Қазақстанның мықты экологтарын партиямыздың ішіне жасыл политика орталығына жинап жатырмыз. Біз экология бойынша бірінші орындағы ұйым болуымыз керек. Өйткені экология, таза ауа, жасыл экономика ол біздің тақырыбымыз, құрметті партияластар. Сонымен қатар тағы бір айтатын зат, ең басты зат. Біз экологтарымыз табиғат қорғауымыз керек, жасыл экономиканы дамытуымыз керек. Бірақ біз саяси партиямыз. Яғни біз сайлауларға дайындалуымыз керек. Сайлауларға дайындалу үшін бізге үміткерлер керек. Халықтың ішінен шыққан, мықты, таза, еліне қызмет етем деген, адал, конструктивті азаматтарды тауып, біз үміткер қылып шығаруымыз керек. Бәйгеге қосуымыз керек. Ертең сайлау болған кезде ол аудандық мәслихат, облыстық мәслихат, қалалық мәслихат, мәжіліс парламентінде олар ертең депутат болып отыру керек. Ол жерде қызмет ету керек елге. Мен осы жерде бір затты айта салайын, сын болса да айтып кетейін. Осы жақында мәжіліс парламентіне шақырды мені, жұмыс тобы, мемлекеттік
басқару, мемлекеттік жергілікті басқару және жергілікті өзін өзі басқару деген заң жобасына. Мен бірден келдім да 20 минутта барлық заң жобасын таблицаны қарап шықтым, бірден түсіндім. Облыстық мәслихат депутаттары мен қалалық мәслихат депутаттарына жаңа жергілікті өзін өзі басқаруды құруды тапсырайын деп отыр екен жаңа заң жобасында. Мен ана жерде тұрып сұрақ қойдым, құрметті депутаттар дедім. Мына мәслихат депутаттар, облыстық мәслихат, бұл қай жүйеге кіреді? Бұл жергілікті өзін өзі басқару жүйесіне кіре ма? Бұл мемлекеттің басқару жүйесіне кіре ма? Қай жүйесіне демек? Минюстан айтты жауап, я, ол мемлекеттік басқару системасына кіреді деді облыс. Онда ол қалай? Жергілікті өзін өзі басқару жүйесін қалыптастыруға оларға тапсырайын деп отырсыздар. Сонда және деген сөз екеуі параллельно жүретін зат, бір-бірін толықтыратын зат болу керек. А сіздер мынаны қайтан мемлекеттік басқару жүйесінің вертикалін күшейтейін деп жатсыздар. Тағы да біздің ауылдың халқының аузын жаптырайын деп отырсыздар. Ол дұрыс емес. Ол ауылдың халқында не бар? Оларда әлеуметтік, экономика, оларда саясат жоқ ешқандай. Не үшін? Оларда өзін су керек, анау керек деп айтқызбайын деп отырсыздар. Бұл болмайды олай деп мен сол жерде айттым. Бірақ көп депутаттар оны түсінген жоқ. Мен таң қалдым. Бәрі мәжіліс депутаты болып отыр да, бірақ қарапайым затты түсінбей жатыр да. Маңызды. Бұл өте маңызды біз үшін. Местное самоуправление деген ол саяси ұйым емес. Ол жергілікті жердегі мәселелерді көтеретін адамдар. Мысалға, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік вертикаль бар ғой, мемлекет билік. Оларда құпия документтерге, құпия информацияға доступ бар. Сондықтан олардың жұмысы шектелген. Олар әр мемлекеттік азамат ол белгілі мәселеде ол шектеулі. Ол көп нәрсені айта алмайды. Ол өйткені оның әрбір айтқаны саяси, біздің мемлекеттің саяси несіне айланып кетеді. Сондықтан ал қарапайым адам мемлекеттік қызмет жүр, ол айта алады. Оған не айтса да болады. Өйткені ол қоғам, ол халық. Яғни оған айтуға болады. Бірақ сол үшін жаңағы ол жергілікті жерді өзін өзі басқару жүйесі қалыптасу керек. Құрметті ағайын, бұл өте маңызды зат. Осындай кішкентай заттардан біздің мемлекетіміз құралады. Осындай кішкентай заттарды дұрыс жасап, мемлекетіміздің құрылымын дұрыс құратын болсақ, мемлекетіміз дамиды. Ең бастысы, мемлекетіміздің саяси волясы бар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев естуші әділетті Қазақстан құру туралы саяси реформасын іске асырып жатыр. Сондықтан біз осылай далада жүріп, осылай саяси шешімдерді біз қолдауымыз керек. Осылай ғана біз мемлекетімізді дамытамыз, өсіреміз, құрметті партияластар. Енді мен қысқаша сіздерге айттым. Барлық ақпараттар партиямыз туралы біздің сайтымызда бар, Facebook парақшаларымызда бәрінде бар. Рахмет баршаңызға. Баршаңызға сәттілік. Бүгінгі жиналысымыз жабық деп жариялаймыз. Аман есен болыңыздар. Жұмыстарыңызға сәттілік баршаңызға.